Жанайдар, біз жоба барысында аймағымыздың табиғатын, қаласын, даласын айттық. Тағы нені ұмыттық деп ойлайсың? Біз ең маңызды нәрсені ұмытып кеткен сияқтымыз, Аяжан. Қарағандыны қарағанды еткен өндіріс жайлы бір ауыз сөз айтпаппыз. Ендеше бүгінгі шығарылымды осы тақырыпқа арнайық. Армысыздар, топ 7-нің кезекті шығарылымын аймағымыздың өндірісіне арнамақпыз. Ендеше бастайық. Кеттік. Тәуелсіздік алған жылдары еліміздің экономикасы тәй-тәйлап қана дамып келе жатты. Оны алға бастыру үшін нақты қадамдар мен үлкен тәуекелдер керек болды. Осы мақсатта ел билігі арнайы экономикалық аймақтарды құруды қолға ала бастады. Жалпы тәуелсіздік алғалы Қазақстанда 13 экономикалық, 23 индустриялық аймақтар құрылды. Олардың инфрақұрылым мен дамуына 300 миллиардтан аса қаржы бөлінді. Қазір біз осы Қарағандының іргесінде орналасқан Сарқа арнайы экономикалық аймағының аумағында тұрмыз. Бұның аумағы 1000 гектарға жуық. Бұл жерде металл өңдейтін зауыттар, кремний алқабы, патрон зауыты сияқты ірілі ұсақты өнеркәсіп орындары орналасқан. Қарағанды десе ойға оралатын ірі компаниялардың бірі Қазақмыс. Себебі мұнда аймақ халқының басым бөлігі еңбек етіп, отбасын асырап отыр. Қазақмыс Қазақстандағы ең ірі мыс өндіруші және табиғи ресурстарды өңдеу бойынша жетекші компаниялардың бірі. Корпорацияның тарихы 1913 жылдан бастау алды. Осы Жезқазған кенішінде ең алғашқы ауқымды тау-кен жұмыстары басталды. Мыс рудасы ағылшын азаматы Лесли Уркарт басшылық еткен Спасск акционерлік қоғамының Сарысу кен байыту фабрикасында өңделіп, дайын өнімге айналдырылды. Кәсіпорын 1920 жылдары қазан төңкерісінен кейін мемлекет меншігіне өтті. Қазақмыс әлемде концентраттағы мысты шығару бойынша 20 орында. Әлем бойынша Қазақмыс кәсіпорындары, кеніштер, байыту фабрикалары, мыс балқыту зауыттары Балхаш, Жезқазған, Қарағанды қалаларында орналасқан. Онда шамамен 37 000 адам жұмыс істейді. Жалпы қазақ халқы тәттіні асқа баламайтын халық қой. Десек те дастарханымызда бір уыс тәтті тұрмаса, шай іше алмайтынымыз тағы бар. Тәуелсіз Қазақстан нарығында Рахат, Баян Сұлу, Қарағанды кәмпиттері сияқты брендтарды білмейтін адам жоқ шығар. Сондықтан біз бүгін осы алпауыттардың қатарында болған Қарағанды кәмпиттері фабрикасының жанында тұрмыз. Қарағанды кәмпиттері фабрикасының 80 жылға жуық тарихы бар. 100-ге жуық тәттілерді өндірген болады. Өткен шақпен айтып отқан себебім, осыдан бірнеше жыл бұрын аталған фабрика жөндеу жұмыстарына жабылып, қайтадан ашылмай қалды. Мына жолдың ар жағында Сарысу өндіретін үлкен бір компания бар. Мен оның атын белгілі себептермен жарнамалай алмаймын. Оны өздеріңіз де біліп отқан шығарсыздар. Рахмет. Қарағанды кәмпиттері туралы қызықты мәліметтерді айта кетсек, жарты ғасырлық тарихындағы өндірістің тұтас көлемі 1 миллион тонна өнімнен асады. Ал бұл 125 миллиард кәмпит деген сөз. Кәмпиттерді қатар қойсаң, айға 10 рет баруға жетеді. Фабрикада жұмыс істеген жұмыскерлердің жалпы саны 50 000 адамнан асады. Бұл Саран-Шахтинск қаласының тұрғындарының санымен тең. Фабрикада орнатылған өндірістік желінің жалпы ұзындығы 800 метрден асады. Ал бұл 6 футбол алаңының ұзындығымен бірдей. 1995 жылдың қараша айында НЛМ компаниясы Қазақстандағы ірі кәсіпорындардың активтерін сатып алып, $800 миллион инвестициялады. Ол компания қазіргі ArcelorMittal Теміртау компаниясы. Орталық Азиядағы ең ірі металлургия комбинаты осы компанияға тиесілі. ArcelorMittal Теміртау жалғыз болат өндірісімен шектеліп отырған жоқ. Компания бұдан тыс Қарағандыдағы 8 көмір шахтасына және орталық Қазақстан мен солтүстік Қазақстандағы 4 темір рудасына иелік етеді. Жаңа технологияларды енгізу жұмысының өзіне 240 миллион ақш долларын жұмсайтын бұл империяда бірнеше жыл бұрын 40 000 адам қызмет етсе, қазір бұл көрсеткіш 13 000-ға төмендеген. Айта кетейік, соңғы жылдары ArcelorMittal Теміртау компаниясына тиесілі шахталарда апаттар жиілеп, адам шығындар тіркелуде. Сондай-ақ экологияға келтіретін зиян үшінде компания тарапы миллиардтаған айыппұл төлейді. Бірақ ақшамен қайтып келмейтін нәрселер барын ұмытпайық.
Енді қалалардан ауданға қарай ойыссақ, Шет ауданының орталығы Ақсуай ауылдан 20 шақырым қашықтықта Алмалы кеніш орналасқан. Зауыт іске қосылғалы 5 жыл. 2016 жылы геологиялық барлау және технологияны зерттеу жұмыстары жүргізілді. Ал 2018 жылы зауыт жұмысын бастады. Зауыт қарамағында мыс кен орны, үгіту сұрыптау кешені мен өндірістік ғимараттар, цехтар бар. Алғашқы 2 жылда өнім сынақ режимінде дайындалса, кейін 2018 жыл негізгі межеленген жоспар іске асты. Жоба бойынша жылына 10 мың тонна катодты мыс өндіріледі. Өнім экспортқа шығарылады. Жаңа зауыт өндіріс үшін озық үлгідегі шетелдік технологияны пайдаланады. Сарыарқа Купер процессинг компаниясы жергілікті тұрғындардың 65%-ын жұмыспен қамтып отыр. Бүгінде зауытта 1000-ға жуық адам жұмыс істейді. Өткен жылдың соңынан бастап Саран қаласындағы шина зауытында алғашқы қазақстандық көлік дөңгелегі шығарыла бастады. Жылына 3,5 миллион шина шығаратын зауыт тек келер жылдың 3-ші тоқсанында ғана толыққанды жұмыс істеп, 1100 адамды жұмыспен қамтиды. Шинаға қажетті өнімнің барлығы Татарстаннан жеткізіледі, бірақ болашақта жергілікті өндірушілердің де сұранысқа сай бейімделетін мүмкіндігі бар. Алғашқы кезекте шинаның 120-ға жуық үлгісі шығарылады. Бірінші жеңіл көлік дөңгелегіне басымдық берілсе, одан кейін ауыл шаруашылығы техникалардың да дөңгелегі шығарыла береді. Зауыт басшылары дөңгелек бағасы қазақстандықтар үшін төмендеу болады, ал сапасы жапон және неміс дөңгелектерінен кем емес дейді. Саран қаласында шығарылатын шина өнімдерінің 60% ішкі нарықты қамтиды. Қалғаны шетелге шығарылады. Инвесторлар аталған жобаға 171 миллиард теңге қаржы құйған. Қарқаралы ауданында теректі кен байыту комбинаты бар. Мұндай ашық әдіспен өндіретін комбинат әлем бойынша саусақпен санарлық қана. Бұл комбинат Алтай полиметалл жауапкершілігі шектеулі серіктестігіне жатады. Мұнда негізінен алтын, күміс, мыс өндіріледі. Теректі ауылы маңындағы кен орнында 100 жылдан астам уақытқа жететін табиғи қазба байлық бар дейді мамандар. Мұндағы кен құрамында сапасы жоғары алтын, күміс және мыс мөлшері мол. Корейлік инвестор зор жобаны жүзеге асыру үшін 12 миллиард теңгеден астам қаржысын құйған. Жайдар, бүгін біз өндіріс ошақтарының бір парасын ғана аралап үлгердік. Дұрыс айтасың, бүгінгі шығарылымда біз тек Қарағанды облысындағы маңызды деген өндіріс алаңдарын араладық. Қалғанын келесі шығарылымдарда айтып береміз. Сау болыңыздар. Келесі кеше аман сау болыңыздар.